YouTube арқылы қалай ақша табады, монетизация қалай қосады. Менің атым Әділ, бүгінгі видеода сіздерге осы туралы айтатын боламын. YouTube'тан ақша табу жолдары өте көп. Оның сіздерге ең бірінші жолын айтып өтейін. Ең бірінші жолы ол монетизация арқылы ақша табу. Монетизация дегеніміз не, сіздерге айтып өтейін. Монетизация дегеніміз сіздің видеоларыңызда реклама шығады, соны адамдар көрсе, яғни сіздің видеоңызды қараған кезде сол рекламалар шығады, соны адамдар көрген кезде сізге YouTube ақша төлейді. Мысалға, осындай рекламалар шығуы мүмкін сіздің видеоларыңызда. Мына жердегі реклама. Осы үшін адамдар видеоңызды қарағанда осы рекламаны көрген үшін YouTube сіздерге ақша төлейді. Бұны қалай қосады? Бүгінгі видеода сіздерге осыны көрсететін боламын. Монетизация қосу үшін біріншіден сіздің каналыңызда 1000 подписчик болу керек, және де 4000 сағат просмотр болу керек. 4000 сағат просмотр дегеніміз сіздің видеоларыңызды 4000 сағат қаралу керек. Яғни сіздің бір видеоңыз 10 минуттық болса, соны қараған адамдардың общий уақыты 4000 сағат болу керек. Оны сіздер творческий студияға кіріп, мына жерде монетизация деген жерден қарай аласыздар, сізде қанша час бар екенін. 1000 подписчик 4000 сағат жиналғаннан кейін сіздер монетизацияға заявка бере аласыздар. Бүгінгі видеода соның бәрін көрсететін боламын. Соңына дейін қарап өтіңіздер. Монетизацияға заявка бермес бұрын сіздің каналыңызда видеолар авторский болу керек. Яғни видеоларыңызды сіздер өздеріңіз түсірулеріңіз керек. Біреудің видеосын алып YouTubeға салып монетизация қоса алмайсыздар. Сіздер толығырақ монетизацияның ережелерімен осы вкладкадан қарасаңыздар болады. Справка YouTube'тан мына жерде толығымен айтылған. Бірақ та сіздерге маңыздыларын айтып өтейін. Осы видеода ең бірінші ол сіздің видеоларыңыз авторский болу керек. Яғни сіздер өздеріңіз түсірулеріңіз керек. Біреудің видеосын алуға болмайды. Ол кезде сіздерге монетизация қоспайды. Екінші, музыка без авторский болу керек. Яғни музыкада біреудің музыкасын алуға болмайды. Без авторский дегеніміз мысалға ВК-да группалардан немесе YouTube-тың өзінің несінен алуға болады. Мына жерде фонотека деген вкладкасы бар. Осы жердегі музыкаларды ала беруге болады. Бұл музыкалардың бәрі без авторский право. Жалпы ең маңыздыларын айтқан сияқтымын. Видеоларыңыз өзіндікі болу керек. Біреудің видеоларын алуға болмайды. Серый контент, андай біреудің видеосын алып қайтып салу, ондай тоже болмайды. Осыларды сіздер сақтасаңыздар, сіздер монетизация қоса аласыздар. Каналыңызда 1000 подписчик 4000 сағат жиналғасын, сіздің YouTube аккаунтыңызда сондай-ақ двухэтапный аутентификация қосылу керек. Оны сіздер Google-дан қосасыздар, білетін шығарсыздар. Google-ға кіріп, безапан қысқарып, осыны қосасыздар, егер сіздерге қосылмаған болса. Сосын ешқандай не болмау керек, предупреждение болмау керек, яғни авторский право туралы. Егер сіз YouTube-ға біреудің видеосын салып қойсаңыз, сіздерге бір предупреждение береді. Егер 3 рет болса, сіздің каналыңызда банға жібереді. Сондықтан ешқандай видео салмаңыздар біреудің. Осы YouTube-тың айтқан нәрселері бар болса, сіздер монетизацияға заявка бере аласыздар. Сондай-ақ сіздің жасыңыз 18-де болу керек. Егер де сіз жасыңыз 15-16 болса, онда Google-дан настройкасынан сіздер жасыңызды 18 қылдырып қойыңыздар. Так, содан кейін YouTube-та осының бәрі болғасын, монетизация кіріп қарайсыз, барлығы келіп тұрғасын, подать заявканы басамыз. Содан кейін біріншісінде шаг первый ол начать деп басамыз. Я принимаю условия партнерской программы. Мынаны білмесеңдер оқып алыңыздар. Бүкілі қазақ тілінде оқып алыңыздар. Галочка басасыздар да принять условияны басасыз. Күтеміз. Біріншісі орындалғаннан кейін екіншісін басамыз. Шаг 2 начать. Ол яғни AdSense-ға қосу. Сіздер мына жерде у меня нет аккаунт деп басасыздар. Сіздерде AdSense аккаунт жоқ деп. Және де осы санаға аккаунтты таңдайсыздар. Так, мына жерде получайте больше от AdSense дегенге сіздерге AdSense рекомендация өтіп тұрады. Егер керек болса, да деңіздер, керек емес болса, нет деңіздер. Мен нетте, мен бәрін білем десем де болады. Так, содан кейін странаға Қазақстан таңдаймыз. Содан кейін мына жерге галочка басып, бәрімен келісіп, создать аккаунтты басамыз. Осыдан кейін бізде AdSense аккаунтымыз ашылады. Мына жерге информация о клиенте дегенге данныйлар толтырасыздар. Так, сосын отправить дегенде басамыз. Сосын YouTube-ға аударамыз дейді. Аудара беріңіз дейсіңдер. Болды, YouTube-ға аударады. Және де бізде екінші шаг орындалды. Галочка шығу керек. Міне, выполняется деп тұр. Яғни бізде екінші шагымыз орындалды. Осы бізде AdSense аккаунтымыз ашылғаннан кейін бізде YouTube өзі монетизацияның уақытын қарайтын болады. Ол дейтін бір айға дейін созылуы мүмкін, ең көп дегенде. Бірақ
бір 2-3 күнде қарап біту керек. Мен мысалы өзім қосып жүрмін, 2-3 күнде, негізі көбіне қосады. Күтесіздер. Главный ешқандай ережесі бұзылмау керек. YouTube'тың барлық видео авторский болу керек. Егер осылардың барлығы дұрыс болса, сіздерге Mindset-ні қосады YouTube. Алдағы уақытта қанша ақша табуға болады, оны келесі видеоларда көрсететін болам. Сіздерге видео ұнаса лайк басып қалуға тіркелеміз. Сау болыңыздар.